Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге баланы туылғаннан бастап шомылдыруға қолданатын тұздан кейінгі ең маңызды шөптердің бірі туралы айтатын боламын. Ол қандай шөп? Видео барысында білетін боласыздар. Бұл шөп тұнбасының пайдасы өте көп. Айта кететін болсам, диатезді болдырмайды, болған жағдайда жояды. Бала денесіне шығып кете беретін кез келген аллергияны кетіреді, теріні дезинфекциялайды, тазалайды. Қызыл бөртпелерді, бала денесіне шығып кететін ыстықтықты кетіреді. Ұйқыны жақсартады, әсіресе дұрыс ұйықтамайтын балаларға жүйке жүйесін нығайтады. Бұл шөп тұнбасын тіптен атақты Комаровскийдің өзі ұсынады. Қандай шөп десеңіз, ет ошаған, орысша айтқанда череда. Череданы тұнбасын қалай дайындаймыз, сіздерге видеомен ақырындап көрсетіп өтейін. Ет ошағанды кез келген дәріханадан сатып алсаңыз болады. Оның екі түрі кездеседі: пакетикке салынған түрі және де шөп түріндегісі. Пропорция қандай болу керек? Бір стақан шөпке 1 литр суды қоямыз, оны 10-12 сағатқа тұндырамыз. 10-15 минутқа емес, 1-2 сағатқа емес, міндетті түрде шөптің эффектісі жақсы болу үшін, балаға әсер ету үшін шөп 10-12 сағатқа тұнуы қажет. Тіптен бұны Комаровскийдің өзі солай аса баса назар аударып түсіндіріп кеткен болатын. 10-12 сағат бойы тұнған шөп тұнбасының түсі де қанық қызыл түстес болады. Тіптен қызыл қоңыр десек те болады. Таңертеңгісімен жасап қойсаңыз, кешкісін баланы жуындырар алдында оны марлымен сүзіп алып, балаңызды ақырындап сумен жуындыра беретін боласыздар. Сіздерге осы ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Жансая каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видео пайдалы болады деген адамдарға видеоны таратыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумағалейкум.